Hello people, today we work exercises on page 86 and 87. Сәлем оқушылар, біз бүгін People's Book 4-ші сынып кітабының 86 және 87-ші беттегі тапсырмаларды орындаймыз. Алдымен 10-шы тапсырма Listen and read. What is the text about? Choose. Мәтінді оқып, мәтін не туралы екенін мына жерде варианттарға таңда дейді. Бұл жерде unusual snacks, healthy snacks, sweet snacks. Snacks дегеніміз жеңіл тағамдар, яғни тіске басарлар. All around the world, people love to take a break and eat a tasty snack. Әлемде барлық елде адамдар демалғысы келеді және де тәтті тағамдар жегісі келеді дейді. Let's take a look at a few snacks you can find when you travel around. Қанекей бірнеше елдің тағамдарын білейікші, саяхаттағанда біліп жүресің дейді. Бірінші, Шубат, Казахстан. Шубат, Қазақстанда дейді. A bowl of shubat or camel's milk makes a great snack. Бір кесе шубат немесе түйенің сүті керемет тіске басар дейді. It tastes great and it's good for your health. Оның дәмі керемет және денсаулыққа өте пайдалы дейді. Шубат can cure a lot of health problems. Drink it all up. Шубат адам денсаулығындағы проблемаларын немесе ауруларын емдейді, оны көп іш дейді. Яғни бұл healthy snacks-ке жатады. Пайдалы тіске басар. Келесі peanuts and ketchup chocolate, Аустрия. Жаңғақтар мен кетчуп қосылған шоколад Аустрияда екен. Do you like ketchup on your chips? Chips дегеніміз картошка фри. Сіз картошка фри мен кетчуп қосса қалай қарайсыз дейді. How about in a chocolate bar? Is that a yes or a no? Ал егер шоколадқа кетчуп қосылса қалай болады? Я ма, жоқ па? Бұл sweet snacks-ке жатады, тәтті тіске басарлар. Келесі lemon and pepper tongue, Пакистан. Лимон және бұрыш қосылған сусын, ол Пакистанда екен. Feeling thirsty? How about a nice lemon drink with pepper? Will it make you feel cool or hot? Шөлдеп тұрсың ба? Лимон және бұрыш қосылған керемет сусын қалай дейді? Бұл сені салқындата ма, әлде ыстықтата ма деп сұрап тұр. Ол A вариантқа жатады, unusual snacks. Келесі octopus flavored crisps, South Korea. Сегізаяқ дәмі мен чипсылар оңтүстік Кореяда дейді. A bag of octopus flavored crisps is a great way to get the taste of yummy octopus, and you don't have to chew on the legs. Бір қаптама сегізаяқ дәмі бар чипсылар. Бұл сегізаяқты дәмділігін сезіну үшін керемет жол дейді. Яғни оның аяқтарын шайнап отырудың қажеті жоқ дейді. Ол оңтүстік Кореяда екен. Келесі fish and chips gelato, Австралия. Балық және фри, балмұздақ, ол Австралияда екен. Take two popular dishes, fish and chips and ice cream, and put them together. Yummy or not? Екі танымал тамақ түрін алыңыз, балық, фри және де балмұздақ. Оны барлығын қосыңыз дейді. Дәмді ме немесе жоқ па деп сұрап тұр.
Бұл sweet snacksке жатады, тәтті тіске басар. Соңғысы Jelly Belly Tabasco Beans USA. Америка құрама штаттарының тіске басары. Here's some interesting sweets. Бұл жерде қызықты тәттілер. Jelly beans with the flavor of hot Tabasco sauce. Ouch! Мармеладтар ыстық табаско соусына қосылған дейді. Келесі 11-ші тапсырма. Read and write the country. Оқып, қай елде екенін жазып шық дейді. You can eat or drink. Сіз жей аласыз немесе іше аласыз. You can drink camel's milk in Kazakhstan. Сіз түйенің сүтін Қазақстанда іше аласыз дейді. Екінші. You can eat chocolate with ketchup and peanuts in Austria. Сіз кетчуп қосылған шоколад және жаңғақтарды Аустрияда жей аласыз. Үшінші. Octopus flavored crisps in South Korea. Сегізаяқ дәмі мен чипсиларды оңтүстік Кореяда жей аласыз. Келесі 4-ші. Fish and chips flavored ice cream in Australia. Балық және фри қосылған балмұздақты Австралияда жей аласыз. A lemon drink with pepper in Pakistan. Лимон және бұрыш қосылған сусынды Пакистанда іше аласыз. Hot and spicy sweets in the USA. Тәтті және ащы тәттілер Америка құрама штаттарында. Next. Thinking gap. Create an unusual snack. Present it to the class. Бұл жерде ерекше бір тіске басар түрін суретін салып, ол туралы сыныбыңда айтып бер дейді. Мысалы, бұл бала шұжық қосылған сусынды суретін салып, ол туралы айтыпты. Do you like juice? Do you like sausages? How about some sausages flavored juice? Drink it all up. Сен шырын ұнатасың ба? Сен шұжық дәмі бар шырынды ұнатасың ба? Бұны көбірек іш деп жазып қойыпты. Балалар, сендер де осылай unusual деген ерекше бір тіске басардың суретін салып, ол туралы өз ойларыңызды жазуларыңыз керек. Келесі. Read, choose, and complete. You can use your dictionary to help you. Бұл жерде сөйлемге мына тұрған сөздерді қойып, жазып шығамыз. Екінші сөйлемнен бастаймыз. I like Tabasco sauce because I like hot and spicy food. Мен Tabasco соусын ұнатамын, себебі ыстық және ащы тағамдарды ұнатамын. Үшінші. Don't eat so quickly. You must chew your food properly. Тағамды қатты асығыспен жеуге болмайды. Тамақты жақсылап шайнап жеу керек. Төртінші. How would you like your steak? Rare, medium, or well done? Сен өзіңнің стейкіңді ұнатасың ба? Шала пісірілген бе, немесе жақсы пісірілген бе? Fish and chips is my favorite dish. Балық және картошка фри менің ең жақсы көретін тағамым. Алтыншы. What's for dessert? Cake. Десертке не бар? Торт па? Деп сұрап тұр. Осымен балалар, бүгінгі тапсырмалар аяқталды. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Goodbye.